Ай, Джонни да. Сен даже мені байқап тұрмаған шығарсың, Бірақ қазір мен сені шекеңнен атып түсіретін сияқтым ғой, Джонни, Тоқта, қайда қаштың, қайда қаштың мен саған? Сендер тоқта, Джоннидің көрермендерсіңдер ма? Джонниді құтқарғыларың келе ма? Давайте Джонниді құтқарғыларың келсе, мына қызыл подписаться лайк кнопкасын басыңдар. Сол кезде, может быть, мен Джонниді жіберетін сияқтымын, Джонни, тоқта деймін саған. Көрермендер, мені мына зомбиден құтқарыңдаршы, көрермендер. Погода деген кәдімгідей бүгін жақсы болып тұр. Немен айналыссам болады екен? Кәдімгідей күн деген кәдімгідей жақсы болып, мына жан жақта бәрі кәдімгідей әдемі көрініп тұр. Дану Гүлбан. Мынау кім жылап отқан Көкпенбеге? Жылап отқан несі? Мен стак бетті. Еш жазы көрмейді. Дану Гүлбан қатырады екен ғой. Дану Гүлбан жарайды, жанына ұрып сұрайғы. Салам, брат, кімсің сен? Сен неме жылап отырсың, Наңғырында басын сүріп алып, жылап отыр мусорканың жанында. Мені бәрі тастап кетті бар ғой. Кім сені тастап кеткен? Айтшы, кім сені тастап кеткен? Сені немнеге тастап кетті сонда? Не бүлдірді, не болып қалды, бірдеңе болып қалды ма? Конечно бар ғой, олар мені тастап кетіп қалды. Мені кішкентайды, мені іспейді олар. Оларың кім тағы? Мен түсініп тұрған жоқпын. Оларың кім тағы? Олар деген сонда кімдер олар сенің? Мамаң, папаң ба? Жоқ, мама, папам емес, мені тастап кеткен. Мені тастап кетті, менің құпия Соник достарым тастап кетті менің. Бәсе, сенің түріңе қараймын, сенің түріңе ұқсайды десем, сенің түрің деген Соникке ұқсайды екен ғой. Болды, братан, болды. Болды, жылай берем, болды, басыңды көтер. Түріңге қараймын, өзің сүп-сүйкімді әдемі екенсің. Сен қалай тастап кетті сонда? Ой, мен просто қалай тастап кетті дейсің бе? Мен осы кішкентай болсың, мені тастап кетті. Тоқта, сені сонда кішкентай деп тастап кетті ма? Жарайды, құпия Соник дейсің ба? Сенің өзің атың құпия Соник шығар, Жоқ, менің атым құпия кішкентай Соник. Таштек деп атайды мені бәрі. Да, все, сен таштек деп атаса жарайды, таштек болсаң таштек болар. Осың деген давай сол құпия Сониктарды біздік. Маған да қызық ол құпия Сониктар қалай ол сені қалай тастап кетіп жүре. Мен тастап кеткен себебі олардың бәрі қатты жүгіреді. Менде ол супер сила әлі қосылған жоқ, себебі мен әлі кішкентаймын. Ничего бар ғой, ничего. Әлі де оны біз қосатын боламыз. Ошым түсініп тұрсыңдар ма? Мына Соникті бар ғой, өзінің құпия Соник достар, типа кішкентай, типа ойбай, оның ешқандай супер силасы жоқ, қатты жүгіре алмайды деп тастап кеткен ғой. Бүгін деген біз сол құпия Сониктарды жүзеге баратын боламыз. Енді жүр, Соник, менің үйімде бір машина бар, сол машинамен барайық, аха. Ой, сіздің машинаңыз керек емес, менде де машина бар. Жарайды, сенде машина болса, давай көрсет, сен машинаңмен барайық тағы да. Жүріңіз, болды, тез болды, тез кетіп қалайық. Мен тастап кетті бар ғой, кішкентай Соник екеуіме қараған жоқ міне. Мен сізге көлігім көрсетейін, мен көлігім осындай енді. Бекі енді олардық сияқты жақсы көлік емес, мен осындай көлік енді. Ұнаса ұнайды деген ойдамын енді сізге, сіз рөлге отырыңызшы. Ба дейсің ғой, да? Базар жоқ, мына чоза супер көлігі. Не деген супер көлік сонда кішкентай Соникта осындай супер көлік болса, олардың көліктері қандай екен құпия Сониктарды? Базар жоқ, жарайды құпия Соник. Жүре ғой, менің артымнан ер. Біз деген бар олардан кегінді алатын боламыз. Бой, көріпсіңдер ма, құрметті көрермендер? Кәдімгі простой Сониктің өзінің машинасы. Мынандай жесткий машина ғой, ана қып-қызыл кнопка не? Соны айтшы маған, Соник. Қып-қызыл кнопканы басатын болсаң, машина қатты жүреді. Бас көреміз, қып-қызыл кнопканы, давай. 1, 2, 3. Дану Гүлбан, тоқта. Ба деме. Чоза Дану Гүлбан, кішкене қатты жүреді дейсің, мынауың ұшады ғой, Соник. Ой, қайдағы олардың көліктері менікінен де қатты жүреді, мен олай қатты жүрмейді. Қатты жүрмеген мұна болатын болса, менің бұйым бұл мұнаның жанында ойнамай қалайын деп тұр ғой. Жарайды, базар жоқ кеттік отыр. Ақырында басу керек екен, көріп тұрсыңдар ма? Бой, ақырында баспаса болмайтын сияқты, мына супер Сониктің көлігі бар ғой, құпия Сониктікі. Көрдіңдер ма жаңа қызыл кнопканы басқым орнынан дейді ғой. Жарайды. Олар қайда болып еді? Айтшы, соларды маған түсіндірші, солар қайда, супер Соник, айтшы. Олар деген өзінің құпия базасында, ол құпия базасын табу деген ол өте қиын. Ой, біз любой базаны табамыз, атак, любой база біз үшін ешқандай
кәдімгідей проблема емес қой. Көріп тұрсыңдар ма, ана тахометрін қараңдаршы. Газды басасын, тахометр до конца кетеді ғой. Көріп тұрсыңдар ма, кәдімгідей красный ғой, сразу кетеді ғой. Прикинь, ойлаңдаршы, кәдімгідей жесткий, базар жоқ. Жарайды, біз әлі мына қызыл кнопканы баспай тұра тұрайық. Біз деген қазір нормальный жолға шығып алайық, сосын қызыл кнопканы басамыз. Ну, жарайды, енді бұл қызыл кнопканың асуы пайдасы жоқ. Білмеймін, қызыл кнопканың әлі бізге алтта пайдасы тиеді. Себебі деген, ол құпия жерге бару үшінші бізге шу керек болады ғой. Может, біз деген ұшып кетеміз енді мына ракета көлікпен. Біз келдік, мына кішкентай Таштек Сони бар ғой, Таштек Сониға айтқан жерге келдік. Блин, мынандай ойлаңдаршы, әзір дегенде тапқасын ғой, прикинь. Блин, қандай жерлерде тұрады мынау? Бәсе, мен түсіндім неге мына сенің көлігің не очень екенін және өзің айттың ғой. Міне оларды көліктер осы. Көріп тұрсыңдар ма? Да, ну гүлбану поверить не могу. Мына көлікті көріп тұрсыңдар ма? Мынау деген ылғи көліктердің бәрі құпия Сониктердің көлігі ғой. Бой, бәрі кезек-кезегінен Ламборгини ғой мынау. Кезек-кезек Ламборгини ғой қатарынан. Сонда мына жерде 3 құпия Соник бар ма не? Конечно, 3 құпия Соник бар. Мен білдім бар ғой, қалай біз олардың өшімізді аламыз. Давай кішкентай Соник біз деген бірінші олардың көліктерін суға лақтырып жіберейік, суға батырып жіберейік. Жақсы идея, жақсы. Жарайды, кеттік. Онша мына көліктен бастақшы, бірінші айдап көрейік өзімізші. Сосын деген суға батырып тастаймыз. Себебі деген ол Соник сонда біздің кішкентай Соник сонда ренжітті ма не? Ал давай, кеттік. Ақырында бар. Мына бәсе неге мына көлікпен жүреді деймін. Себебі мынандай таулы тасқа қарамайды екен ғой бұлардың көліктері. Базар жоқ. Бой. Конечно, олардың көліктері қымбат $1 миллион тұрады. Жарайды, қазір бұлардың $1 миллион тұратын көліктерін біз суға лақтырып жүреміз. Давай. Кеттік, давай. Бірінші давай тексеріп көрейікші, траста бұлар қанша жүреді екен, давай. Маған қызық болып тұр, сендерге де қызық па? Қазір деген біз трасқа барайық та, бұл құпия Сониктардың көлігін тексерейікші, қалай қат жүре ме екен, қат жүрмей ме екен. Бұларда себебі ешқандай ракета жоқ қой. Менің ойымша бұлардың көлігі қатты жүрмейтін сияқты. Сосын келемізді суға лақтырып жібереміз. Кеттік. Бірақ мына көлік деген енді кәдімгідей жерге жабысқан, кәдімгідей жосық жабысқан ғой. Жерге қараңдаршы, кәдімгідей жерге жосық жабысып, кәдімгідей ше қатты жүреді екен. Давай, артқа. Пойыздың алдынан секіріп өтеміз. Блин. Походу, ё-моё. Қорықпа, бұлардың көліктері жарылмайтын көлік, мықты көлік. Бұлардың көлігін тек суға батыр жүреміз. Қазір трасқа шығайық. Міне. Ұзын трасс, тоқтай тұрыңдар. Мен қазір бұлардың көлігін тексерейін деп. Блин. Да ну гүлбан, Соник, давай көмектес. Соник, көмектес. Соник көмектес, давай. Красавчик, наңғыр Соник ұрып атыр анан, давай. Соник, мен ұрам қара. Давай, Соник, давай, сен кезегің, давай. Давай, еркек екен көрсет. Көрсет, Соник. Соник көрсетсе, еркек екен, давай, ұрсаш, Соник. Давай, Соник. Красавчик, тоқта, көрейік. На Соник ұрып атыр, бірақ тимейді, прикинь. Давай, Соник, ұр, Соник. Блин, базар жоқ, Соникті төбелесу үйретем десем. Болды, все. Құлатып тастадық, базар жоқ. Жарайды, Соник отыр, кеттік. Давай. Кет, қаншамен жүреді екенбіз. 1, 2, 3. Кеттік. Тоқта, мұны сенікінен ақырын жүреді ғой. Мысалы, кішкентай Таштек Сониктің көлігі білесің ба? Қаншамен жүретін? 200-бен жүреді. Мыналардың көліктері қаншамен жүреді? Мыналардың көліктері де ақырын жүреді ғой. Қаншамен кетіп тұр? Мынау сонда сырты осындай әдемі сонда. Осы ма сонда сырты ғана әдемі ма не сонда?
Ну енді сырты ғана әдемі болғанда, иә сырты ғана әдемі, ол енді мен сияқты қатты жүрмейді, бірақ ол қымбат көлік бұлардікі, қарасашы. Түсіндім. В общем, ол құпия көліктердің өзінің супер силасы бар ғой, сониктарынша өздері қатты жүгіре алады. Оларға машинаның қатты жүру қажет емес, бірақ осындай қымбат болу керек екен. Енді түсіндіңдер ма? Неге ана Таштек Сониктің көлігі қатты жүретінін? Дайынсыңдар ма, құрметті көрермендер? Қазір біз құпия сониктардың бірінші көліктерін бәрін суға лақтырып жіберетін боламыз. Кеттік. 1, 2, 3. Бой, кеттік. Ема! Дану Гүлбан. Ах, блин, давай. Ебой. Ах, керек болса, болды, давай, Соник, давай, кішкентай Соник тесте шық. Қайда, кішкентай Соник қайда? Кішкентай Соник. Ах, келе жатыр. Оқ, көрдіңдер ма? Давай, кішкентай Соник, шық, давай. Судың бетіне шық. Мынау қайда? Міне келе жатыр екен. Болды біз деген бірінші Сониктің саған тиіскен бірінші құпия Сониктің көлігін батырып жедік. Ризасың ба? Ах, конечно, мен ризамын ғой. Олардан өшіміз толай алайық. Кеттік. Тез барайық та біз деген олардың екінші құпия көлігін айдап тексерейік та, сосын сол көліктерін давайте суға лақтырайық. Көріп тұрғандарыңдай мына екінші көлік енді бұл енді Lamborghini деген көлік. Менің ойымша бұл көлік қатты жүру керек сияқты. Айтпақ Соникті отырғызып қой. Кеттік, кішкентай Соник отыр мынау Lamborghini көлікке. Базар жоқ, бұл көліктің іші деген. Бой, бұл көліктің іші космолет дейсің ғой кәдімгідей. Айтпақ кішкентай Соник сыймайды екен ғой. Жарайды, кішкентай Соник. Мен қазір бұның қаншамен жүретінін тексеріп келейін. Сосын екеуміз барып нететін боламыз. Екеуміз барып бұны суға батыратын боламыз. Осы жерде күте тұр Соник. Кеттік, трасқа тез барайық, траста тексерейік бұл Сониктардың көлігі қалай жүретінін. Ал енді дайынсыңдар ма? Екінші құпия Сониктің көлігі. 1, 2, 3. Кеттік. Ебой. Базар жоқ, мына құпия Сониктің көлігі қатты жүреді екен. Блин. Ах, ема. Дану Гүлбану. Блин. Базар жоқ, қатты жүреді екен, бірақ кәдімгідей ұстай алмайды ғой өз-өзінің орнында. Көріпсіңдер ма? Қатты жүреді, бірақ өз-өзінің орнында ұстай алмайды, прикинь. Қараңдар, газды басасыңдар ғой, қараңдар. 1, 2, 3. Газды бастық болды, қараңдар, кетіп бара жатыр ғой, бірақ қараң өзі сырғанап бастап жатыр. Сырғанама. Ебой, мына 500-бен жүреді екен, қалай қошы мына көлік 500-бен жүреді екен. Болды, кеттік, бұны да суға батырайық. Кішкентай Соник күте тұр, бұл құпия Сониктің көлігін біз суға лақтырып жіберейік. Ебой, кеттік, давай. Дану Гүлбан. Ах, блин, суға бірге түсіп кеткесің, оналардың көліктері астында жатыр ма? Давай. Әне, біреуінің көлігі әне жатыр. Міне біреуінің көлігі міне жатыр. Базар жоқ. Жарайды, жата берсін, біз барып енді қазір үшінші көлікті суға батырайықшы. Давай, кішкентай Соник өзің батыр сон суға. Жарайды, өзім батырам. Джонни, бұл маған да ұнамай жүріп еді. Қазір бұның көлігін мен суға батырам, блин. Өзінше бұл көлікті кәдімгідей қатты жүріп қояды. Ах, блин. Қазір көрсетем сендерге. Кішкентай Соникті қолап жерген жеріңе. Давай. Охо, давай. Ах, блин, ё-моё, на керек болса. Суға батыру деген осы. Ебой, Дану Гүлбан, не өкпет? Ё-моё, не өкпет тағы да. Ах, блин. Ах, что-то мен қатты жүгіре бассадым ба, бірдеңе болған сияқты. Вот, ал енді кеттік Джонни, кірейік енді солардың үйінің ішіне. Ах, енді деген біз деген қызықты жеріне келдік. Себебі деген біз қазір құпия Сониктерге, кәдімгідей құпия Соникке кіретін боламыз, құпия Сониктарды көретін боламыз. Енді олардың бірінші машинасын біз бүтін шығардық қой. Енді қазір біз сол құпия Сониктардың өздерін көрейік енді. Сұрайық олардан, неге олар біздің кішкентай Соникті лақтырып кетті. Маған да қызық, сендерге де қызық болсашы. Давай. Ой, ема, аспанға ұшып кетті. Блин, босқа басудың қажеті жоқ. Ах, блин, не өкпет. Ах, блин. Все, қазір деген ақырын біз обязательно көлікпен кіруіміз керек. Давай. Ах, блин. Все, тура мына жерге шыға сал. Ух, ема. Шыға салсашы, не өкпет кетті. Дану. Ах. Все, походу болды. Кішкентай Соник қайда? Білмеймін. Ема. Мыналар кімдері? Бәрі ұйықтап жатыр, қараңдар. Мына бағанағы құпия Соник қой. Біздің кішкентай Соник қайда? Кішкентай Соник. Мен мұндамын, қорқам. Бұлар қазір оянып кетеді болса, бізге әңгіме айтады ғой, Джонни. Уайымдамасаш, родной мой дорогой. Қазір деген бұларды оятамыз. На, ойын орнына тұры.
Орныңнан тұр деймін мен саған. Не ұйықтап жатсың? Тұрыңдар орындарыңнан. Соник деген сендер ма? Сендер қалай үлкен Соник болып мына кішкентай Соникті ренжітіп тұрсыңдар? Мен соны түсінбедім, а? Ё-мо, братан, тыңдашы, братан. Біз оны тастап кеткен жоқпыз. Ол кішкентай Соник таштекті бұл таштекті біз тастап кеткен жоқпыз. Ол өзі қалып қалған, братан. Ол өзі біз оны кәдімгідей іздеп, біз оған көмектесейік дедік. Ол қайта жылап қалып қалды. Біздің кінәміз жоқ. Сендердің кінәларың жоқ болса, сонда кішкентай Соник сен маған өтірік айтқансың ба не? Жоқ, олар мені ренжітеді. Жоқ, братан, біз оны ренжітпейміз. Қайдағы ренжіткен? Біз оны вообще ренжітпегенбіз. Просто кішкентай болғандықтан біз айтамыз, үйтпе депші. Ол соған ренжіп қалған ғой. Ема, келдік деген осы. Кішкентай Соникке көлікке отыр, тез көлікке отыр. Біз олардың көлігін өртеп жібергенімізді білетін болса, бізге хана. Ал енді құрметті көрермендер, не деймін, сендерге видео ұнаса, давайте лайк басып, комментарий жазыңдар. Ана құпия Сониктар білмей тұрып, давайте судың астына кіріп кетейік. Геркус, ану, гүлбану. Кеттік, тез бала, кетіп қалайық, ё-моё. Пока.